Қайырлы күн құс сүйер қауым. Мынау инжегім жатып еді. Басында дұрыс балапан шығармады. Так, июньнің 10-ында бір басып шығару керек еді. Инжук индаутқыныкімен өзінің жұмыртқасын салып едім. Дұрыс шығармады. Содан кейін тұрғыз жібердім де июньнің 10-ында тек қана бір 2 индауткіменен бір инжук шықты. Болды 15-20 жұмыртқадан. 3-еуі ғана шықты. Енді мына қайта жатып тұрмай сон арпалысып бізбен төбелесіп өзі бір сондай қызғаншақ жаман шұқиды жаңағы. Сосын көрші келіншектен 5 жұмыртқа алдым да 5 жұмыртқа тауықтың астына сала қойдым. Жақсы деп соныменен 5 жұмыртқадан 3 жұмыртқа шығады. Бір жұмыртқа кеше пуповина салынып қалған, өліп қалған екен, балапан шығып вроде бы пуповинасы түсіп жатыр. Өліп қалған. Енді бір жұмыртқа чөті жоқ, білмеймін қайда екен. Бірақ 3 балапан бар. Мен 5 жұмыртқа салдым ғой. 3 балапан шықты, міне мынандай шықты, ана жерде бір өтір. Сосын тағы бір черный жүр осы жерде әдемі. 3 балапан шықты. Өзі деген удай қызғаншақ, Алла сақтасын, жібермей тұр. Енді мына балапандарын алып өзін тұрғызайын деп едім, қасқа өлді ғой. 2 айға жақын жатыр ғой қасқа. Өзі алдында 28 күн жатты, еще 21 күн тағы мына тауықтың балапанына жатыр. Тұрмайды. Мына айтайын деп отырғаным, күрке тауықтың аналық қасиет дейтін, мына материнский инстинкт дейма, керім болып тұр ғой. Қызғанып бізді шұқып, прямо жақындатпай тұр, ай Алла. Қандай балаларын қорғаштап, прямо кәдімгідей көзіңмен көргенде де кәдімгідей адамды ойландырып толғандырып тастайды екен. Ама кейбір баласын лақтырып тастаған аналарды да ойлайсың, қалай істейді екен, қалай лақтырып тастайды деп талай жаңалықтардан көрсетіп жатыр. Мына құс екеш, құс та балапанын бермей жатыр, страшно. Әне ысылдап тұр. Ана жерде отыр. Түсіп кетіпті мына. Осындай жаңалық болып жатыр. Енді балапанын алып, кеше өзінің шығарған 1 ай болды ғой, 10-дарында. Осы июльдің 10-ында 1 ай болды ғой. Соны қасына апарып қойайын деп едім, шұқып тастай ма деп қорқып тұрмын. Балам шұқып тастайды ғой мама дейді, білмеймін енді. Солардың қасына апарып старттарын беріп кішкене ету керек. Мынаны тұрғызып жіберу керек, жайылсын, етсін, құрсын. Айтайын дегенім осы, көрсетейін дегенім осы, құстарымыз көп болсын. Алла тағала тек бейбітшілік болсын, аман болайық. Мал жандарымыз, құстарымыз көбейе берсін.